Армысыз әлеумет, тікелей эфирде түйін хабары, студияда мен Ания Байораз, біз бастаймыз. Бейбітшіліктің бесігінде тербеліп емес, текетірестің тепкісінен теңселіп тұрған елдер көбейіп барады. Жаһандық бейбітшілік индексі деген бар. Былтырғы жылғы бағамы бойынша жер бетінде 56 қақтығыс болып жатыр екен. Бұл екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең үлкен көрсеткіш деседі. Сыртқы жау, ішкі дау дейміз, адамдар неге сонша бір-біріне жауыздық танытатын болды? Территориялық талас тартыс бар, ұлтараздық қақтығыс, өшпенділік деген өршіп барады. Оны кім қалай тоқтатады? Көшбасшылар таңдау неге көбіне келіссөз емес, кейкілжің? Осындайда бірлік сөзінің қаншалықты қадірлі, қаншалықты нәзік екеніне көз жетеді. Өйткені бірлік елдіктің, ұлт болып ұйысудың басты кепілі. Бірақ бірлікті ыдыратып, ірітуші күштер тағы көп. Қайтпек керек. Қазақ үшін шаңырақ қастерлі киелі ұғым. Шаңырақ деп киіз үйдің жоғарғы бөлігін атаймыз. Ол уықтардың ұштарын біріктіріп ұстап тұрады. Қазақ халқын осы қара шаңырақ деп қарасақ, уықтары түрлі этнос. Демек, шаңырақ шайқалмау үшін уықтар берік болу керек, ал беріктік бірлікте. Қазақстан атты шаңырақта 130-ға жуық ұлт тұрады. Түрлі тағдырмен Қазақстанға кезінде миллиондаған адам жер аударылғанын тарихтан білеміз. Қазақ халқы олардың ешқайсысын жат көрмей бауырына басты. Сол буыннан тарағандар қазір Қазақстан азаматтары. Этносаралық және конфессияаралық қатынас мәселесін ешқашан саясат немесе түрлі арандату құралына айналдыруға болмайды. Бұл мемлекеттің де, бүкіл қоғамның да бұлжымас қағидасы деді жақында мемлекет басшысы. Әрі кейбір мемлекеттер үшін этникалық әр алуандылық сын қатердің, сенімсіздік пен төзбеушіліктің белгісі болуы мүмкін. Бірақ бұл біздің жалпы ұлттық қазынамыз, әрі стратегиялық артықшылығымыз. Ынтымақ бірлік, диалог, өзара сенім мен құрмет, азаматтық жауапкершілік мұның бәрі елімізді қарқынды дамытудың мызғымас қағидаттары деді. Әлемде бет жыртысы бір территорияға сыймай кеткен араз елдер көп. Мәселен, бір кезде біртұтас ел болған Югославия ұлтаралық, діни және саяси себептермен 6 мемлекетке бөлінді. Нәтижесінде Словения, Хорватия, Босния, Сербия, Черногория, Косово пайда болды. Осы секілді Судан мен Оңтүстік Судан, Үндістан мен Пәкістан екіге бөлінген. Бір ұлт, салт дәстүрі бұзылмаған Кореяда 2 мемлекет болып бір-біріне жауығып отыр. Сондықтан Қазақстан Халқы Ассамблеясының жұмысына қанша жерден сын айтылғанмен, оның маңызы зор, салмағы ауыр. Ассамблея мемлекетімізге арқау болған аса маңызды құрылым. Бұл ассамблеяға артылатын жүктің салмағы да жеңіл емес деген сөз. Ұлттық мүдделерімізді қорғап, егемендігімізді нығайту қастерлі парыз. Мұны ассамблея мүшелері терең сезінеді деп ойлаймын. Ассамблея барша азаматтарды ортақ құндылықтар мен мақсаттарға жұмылдыратын жалпы халықтық орган ретінде жұмыс істеу керек. Ассамблея әлемде теңдесі жоқ саяси институт деп жатамыз. 30 жылда өзіне жүктелген міндетті қаншалықты атқаралды? Ел бірлігін нығайту ісінде ілкімді шаруасы қандай? Бастысы ел сенімінен шыға алды ма? Бүгін студияға Қазақстан парламенті сенатының депутаты Әлішер Сатвалдиевті шақырдық. Әлішер мырза, қош келдіңіз. Ассамблеяның 30 жылдығы құтты болсын. Сұраққа өтпес бұрын мерейтойлық жиында мемлекет басшысының нақты қандай міндеттер қойғанын тыңдап алсақ. Экранға назар аударайық. Этнос өкілдерін біріктіретін бірлік нүктесін көбейту керек. Бірақ достық үйлері сәулетті ғимарат емес, ғибратты орын ретінде қабылдану қажет. Тың бастамалар және идеялар орталығына айналған абзал. Президент облыстардағы аудандарда достық үйлерін ашуды тапсырды. Ал әр ұлттың мәдениеті мен өнері бірлігіміздің өзегі. Біздің бүтіндігіміз әр алуандықта екенін ескеру керек. Бұл енді тұғырынан тайдырғысы келетін әртүрлі топтары бар. Дегенмен де біз оларға назар салмай өзіміздің қоғам алдындағы, халық алдындағы өзім мақсаттарымызды орындауда
жақсы нәтижелерге жұмыс жасап жатыр. Сондықтан бір ғана қазақ деген ұғымның арасына жиналған барлық этнос өкілдерінің мақсаты бүгінгі таңда елді бейбітшілік пен бірлікке ұйыстыру. Алайда ақпараттық кеңістікке абай болу керек. Елге бірлік пен келісім идеяларын дәріптеген жөн. Бұл міндет этникалық журналистикаға жүктеледі. Ассамблея жанында мұндай журналистер клубы 16 жылдан бері бар. Бірақ аясы тар, этносаралық басылым ғана болатын. Енді осы ұйым құрамына жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қосылып, жұмыстың бірыңғай алгоритмі жасалады. Осы этностардың арасына ірітке салатын, ұрыс-керіске жағдай мүмкіндік жолдарын ашып беретін сондай азаматтар да бар. Оларға дұрыс бағытты түсіндіруіміз керек. Бізде этностық терминдерді, тақырыптарды дұрыс қолдану мәселесі, соларды айтуымыз керек. Соның ішінде осы Қазақстанның идеологиялық саясатына, Қазақстанның қоғамының тұрақтылығына кері әсері болатын ақпараттарды бәрін алып отыруымыз керек. Ассамблея сессиясы жыл сайын өтеді. Онда қабылданған шешімдерді мемлекеттік органдар міндетті түрде ескеру керек. Мәселен, этномедиация саласындағы жұмысы оң бастама. Президент елдесу және татуласу жобасында алдағы 2 жылда тұтас елге таратуды тапсырды. Өйткені кез келген мәселе мәмілемен шешіледі. Нысаналы Ағыл, Марат Диханбаев, арнайы түйін бағдарламасы үшін. Негізгі 3 міндетті айтты. Әуелі аймақтардағы жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Демек, бұл бағытта жұмыс баяу ма? Жоқ, баяу деп айтуға келмейді. Өйткені жұмыстың барысы осылай болу керек. Бұл заңдылық. Өйткені орталықта бұл дегеніміз жақсы мектептің қалыптасқаны. Барлық осы Қазақстан Халқы Ассамблеясы бүгінгі таңда өзіне құрылымдық институционалдық кейіпке енді ғой. Аналар кеңесі, ақсақалдар кеңесі сияқты жастар ұйымдары бар. Журналистер клубының барлығының негізгі бағыттары айқындалды. Енді сол жұмысты өңірлерге таратуымыз керек, өңірлерде соны жүзеге асыру керек. Мемлекет басшысының талабы міне осы бағытта айтылды. Өйткені бүгінгі таңда енді Астана болғанмен ол жаңадан құрылды. Барлық өңірден келген азаматтар осы жерде жаңадан сондай бір ерекше қоғам болып қалыптасты. Ал өңірлерде этнос өкілдері тығыз орналасқан бізде ауылдар бар, мысалы. Аймақтар бар. Міне сол жерлерде жұмысты жандандыруымыз керек. Ол жерде халықтар бір-бірімен араласу керек. Осы біздің қазақстандық өзіміздің құндылықтарымыздың аясында бірігу керек қоғам. Бүгін таңда ол жұмыстар жүріп жатыр. Соны барлығын жаңа деңгейге шығаруымыз керек, жандандыруымыз керек. Тапсырма міне осы бағытта. Нақты механизм айқындалды ма? Әлде бұрыннан бар ма? Механизм бұрыннан бар, бірақ та айқындалған, жаңадан тапсырма ретінде айтылғаны бұл достық үйлердің жоқ жерлерге салу. Мысалы, Алматы облысында тіпті мемлекет басшысының өзі кейбір аудандарда санап шықты, қай жерлерде салу керек. Мысалы, өткен жылы Түркістанда ашылды. Бүгінгі таңда сол Түркістан облысының, сол аймақтың барлығының халқының бірлігін жарасымды етіп көрсететін, сондай іс-шаралардың барлығы өтетін арнайы бір орталыққа айналды. Міне осындай орталықтар барлық жерде болу керек. Осылай жұмыс жүру керек. Енді институционалды болғаннан кейін бүгінгі таңда Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрамында 4,5 мыңнан астам ұйымдар бар. Бұл республикалық, облыстық, аудандық, ауылдық дегендей. Бұл дегеніміз жаңа түкпірдегі ағайынмен Астанадағы, орталықтағы басшылар атқарып жатқан жұмыстардың барлығының өзінің бір вертикал жұмыс істеп жатқаны көрінеді. Міне осы бағыттарда жұмыстарды жандандыруымыз керек. Енді жасырын емес, ассамблеяның жұмысына сын көп, айтылатыны бар. Тіпті институттың керегі жоқ дейтіндер де бар. Осы орайда ұлт пен ұлыстарды бірлікке шақырып, ұлтаралық татулық тұрақтылығын нығайтудағы ассамблеяның рөлі қандай? Енді ассамблея жаңадан құрылған кезде елестетіп көрейікші көз алдымызға. 95 жыл құрылды дейік. Оның алдында осы жиындар өтіп жатты. Сол кездегі ағайын мен ол кезде оқушы болдым. Ол кезде мысалы мынау бүгінгі таңда саяси процестерді түсінбедік. Ол кезде мен жауап бере алмайтын едім. Бірақ сол кездегі түсінетін орта жастағы адамдардан сұрап 30 жыл өтеді. 30 жылдан кейін осы 2025 жылға Қазақстан міне осындай деңгейде бүгінгі күндегі қол жеткізген жетістіктерімізді атап өтетін болса, соның барлығына осы ассамблея құрылып қол жеткізуге болады дейтін болса, барлығы екі қолын көтеріп келісетін еді. Өйткені
егемендік алған кезіміздегі алысқа бармай өзіміздің жаңа Балқан түбегіндегі болып жатқан елдердегі азаматтық соғыстар, немесе алысқа бармай осы Әзербайжан армян халықтарының арасындағы соғыстар болып жатты. Дәл сол кезде тәжік ағайындарда азаматтық соғыс жүріп жатты. Және әлемдік саясаткерлер Қазақстанда осы этностық соғыс басталады. Азаматтық соғыс деген бір жоспарларын, жорамалдарын айтып тұрған кез. Елестетіп көріңіз. Міне осы күннен өттік біз. Бір өкініштісі, бізде енді қазақ халқында керемет сөз бар ғой, алдыңнан аққан судың қадірі жоқ дейді. Жатқан алтынның қадірі жоқ дейді. Осы бейбітшілігімізді, келісімімізді, соны бағаламай жатқан соның арқасында. Енді мен журналистер клубының жетекшісі ретінде ғылыми тұрғыдан келіп, олардың бәрін зерттеп жүрміз. Бұл әлеуметтік желілерде кейбір көзге көрінген саяси тұлғалардың өзі де ассамблея керек жоқ деп жатады. Бұл жерде екі топтың бар екен. Біреуі әдейі сол сөздерді айтуға тырысатын, олардың көбінесе сырттан сондай бір тапсырмалардың арқасында осы қоғамға жік салу. Өйткені қоғамымызды біріктіріп тұрған нәрсе бір ғана осы ассамблея болатын болса, бірінші болып сол ассамблеяға шабуылданады ғой. Осы. Екіншісі түсінбестіктен айтатындар. Кейбір азаматтар сұрайды, айтады осындай өздерінің пікірлерін, ассамблеяның қажеті жоқ, ол түкке пайдасы жоқ деген сияқты. Сол кезде мен сұраймын ол кісілерден. Ал сізге не ұнамайды? Сіз тіпті ассамблеяның атқаратын жұмыстарының мән мағынасын білесіз бе? Жауап бере алмайды. Міне сол кезде. Олай болса, біз қазір осы сұрақтарды қояйық сізге. Ал сіз бізге жауап беріп көрерменге түсінікті болсын, е? Енді мемлекет басшысы алдағы 5 жылға арналған басымдықтарды айқындауды тапсырды. Қазақстанда өмір сүріп жатқан барлық этностың құқықтарын қорғаудың негізгі қағидаттарын көрсету керек деді. Жаңа құжатты дайындауға тез арада қазірден бастап кірісу қажет, және бұл жұмыспен кімдер айналысып жатыр, 5 жылдық меже қандай? Негізі ассамблеяның жұмысын реттейтін негізгі 3 құжат бар. Ассамблея туралы заң, одан кейінгісі ассамблея стратегиясы және ассамблея жұмысы бойынша тұжырымдама бар. Мемлекет басшысы атап өткен осы тұжырымдама. Тұжырымдама бұған дейінгісі біз қазір 4-ші нұсқасы легін қолданыста, соны жүзеге асырудамыз. Бұл дегеніміз әр 5 жылда заман өзгереді. Шындық заманның шындығы өзгеріп жатыр. Соған сәйкес бейімделіп жаңа жұмыстарды атқаруымыз керек. Қазіргі қолданыстағысы 2026 жылда негізі мерзімі бітеді. Сондықтан да осы 2025 жылдан 2030 жылға дейінгі аралықтағы 5 жылдық тұжырымдаманы жасалу керек. Бұл жерде оның тұжырымдаманың ерекшелігі, бұл жерде алдымен біздің қазақстандық қоғамымыз қандай деңгейде тұр. Ғылыми тұрғыдан міне осы сұрақтарға жауап беріледі. Екіншісі, әлемдік деңгейде осы ассамблея сынды немесе этностардың, халықтардың басын біріктіретін, келісімін нығайтатын ұйымдар бойынша қандай тәжірибелер бар. Соны барлығы ғылыми тұрғыдан оның барлығы зерделенеді. Бүгін таңда білесіздер, мына жасанды интеллект дамып кетті. Бүгін таңда біздің Қазақстанның өзі, қоғамымыздың өзі 5 жыл немесе тіпті 2 жыл, 1 жыл бұрынғы қоғам басқа ол жерде. Осы этностық біздің қазақ халқының проценттік жаңағыдай көрсеткіштердің өзі де, салмағының өзі де мысалы өзгеріп жатыр. Міне осы мәліметтерге қарай отырып, алдағы қандай жұмыстар атқаруымыз керек. Соған кетеміз. Тұжырымдаманың негізгі мақсаты бұл жерде біздің қоғамымыздың ерекшелігі, әртүрлігіміз біздің байлығымыз деген сияқты сол тұжырымдама. Қазақ тілінің қоғамның, мемлекеттік тілдің қоғамды біріктіруші фактор ретіндегі рөлін арттыру. Осы бағытта жұмыс істеуіміз керек. Сонымен бір қатарда осы Қазақстандағы мемлекеттік саясат жүйесіндегі Қазақстан Халқы Ассамблеясының жұмысы, орны, рөлі, міне осы сұрақтарға жауап беру керек. Сонымен бір қатарда қандай жұмыстар атқарамыз, сол жерде көрсетіледі. Бұл жерде, бұл тұжырымдаманың ішінде әрбір аналар кеңесі, ақсақалдар, журналистер клубы, барлық институттарымыздың жұмысы айтылады. Соның ішінде Сенаттағы біздің жаңағыдай депутаттардың уәкілеттігі, бір ел, бір мүдде депутаттық тобы бар. Оның жұмысы қай бағытта жандану керек деген сияқты. Сол сұрақтарға жауап береді. Міне бұл біз алдымен заңдық тұрғыдан реттеп алуымыз керек. Ары қарай оны кейін жүзеге асырамыз.
Мінеке, заңдық тұрғыдан деп айтып қалдыңыз. Осы тағы бір міндет, яғни ұлт бірлігін нығайтуда барлық мемлекеттік және қоғамдық механизмдерді жетілдіру. Енді осы заң тұрғысынан қандай да бастамалар бар ма, және де бұл бағытта қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Негізгі ассамблеяның жұмысын реттейтін заңдарды айтып өттім. Енді алдағы қабылданатын айтайын. 4-ші ұлттық құрылтай кезінде мемлекет басшысы осы ішкі саясат концепциясының тұжырымдамасын қабылдау бойынша тапсырма берді. Бүгін таңда бірнеше нұсқалар дайындалғанын айтты. Осы құжат қабылдану керек. Біздің еліміздің мемлекеттік саясаттың идеологиямыз қай бағытта жалғасатын сол құжаттан көреміз. Оның ішінде міндетті түрде Қазақстан Халқы Ассамблеясы да кіреді. Міне заңдық тұрғыдан осы. Ендігі мәселе, мен өзім енді идеология мәселесі айтылып жатады, сонымен бір қатарда қазір әріптестеріме де көп айтатын бір пікірім бар, бізде парламентте заң палатасы болсын, немесе мемлекеттік деңгейдегі мемлекет басшысының жарғылар болсын, немесе өңірлік деңгейдегі өкілдік органдардың қабылдайтын шешімдер, құжаттардың барлығы идеология тұрғысынан қаралу керек. Идеологияның сүзгісінен өту керек. Халықтың бірлігіне жұмыс істемейтін ешбір заң қабылданбау керек. Біз мысалы бүгінгі таңда салық кодексін қарап жатырмыз, немесе мұнайға, немесе басқа да жол жүру қағидаттары бойынша заңдарды қабылдайық дейік. Мысал ретінде. Соның барлық идеология тұрғысынан сол сүзгіден өту керек. Міне осы бағытта жұмыстарды жасап жатырмыз. Өйткені миллиардтаған қаражат пайда келтіретін, елге инвестиция алып келетін шешімдерді қабылдауымыз мүмкін заңдық тұрғыда. Бірақ ол біздің ертеңгі қоғамымыздың арасына іріткі салатындай шешім болатын болса, оның түкке де пайдасы жоқ. Міне қазір соны барлығын біліп, соған қарай әрекет жасауымыз керек. Заңдық тұрғыдан осы ассамблеяның концепциясы, ішкі саясат концепциясы, сол құжаттар. Одан кейінгісі ұлттық құрылтайда көтерілген мәселелер бойынша өткен жылы зорлық-зомбылық, тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша, нашақорлық бойынша, қоғамдық тәртіп бойынша біраз заңдар қабылданды. Және өткен 4-ші құрылтайда айтылған мәселелер бойынша тәрбие мәселесі бірінші орында. Сол тұрғыдан да көптеген жұмыстарды атқаратын боламыз алда. Мемлекет басшысы ассамблеяның мәні мен мазмұнның қызметін қайта қарауды тапсырды. Ескіліктің ізіне қайта түспеу керегін ескертті. Осы тұрғыда ассамблеяның болашағы қандай, және де президент айтқандай ол стратегиялық штабқа айнала ма? Негізі бүгінгі таңда стратегиялық штабтың қызметін атқарып жатыр. Енді Қазақстан мемлекет тұрғысынан алсақ, біздің идеология бағытында қазақстандық идеологияны жүргізу ассамблеяға міндеттелген емес. Өйткені ол бойынша басқа органдарымыз бар. Бірақ жауапкершілік те бар ғой. Жауапкершіліктен де жоғары мәселе, мен айтайын деп тұрғаным, бізде идеологиялық қызметтің ядросы ретінде, өзегі ретінде ассамблея өзінің функциясын артығымен орындап келе жатыр. Бүгінгі таңда қоғамымыз бірікті ғой. Біздің ұлттық құндылықтарымыздың аясында, қазір мысалы өзбек этносын алып көрейік, қазақ тілін меңгеру бойынша 90%-ға жетті. Басқа этностың өкілдерінің тілді меңгеру бойынша ерекшеліктері. Бұл жерде Қазақстанның ұстанған жолы бұл интеркультурализм, жаңағыдай көп мәдениеттілік. Бұл басқа этностардың мәдениетін, тілін, салт дәстүрін сақтай отырып, оны дамытуға мүмкіндік туғыза отырып, бізді қоғам ретінде біріктіретін құндылықтарымыз, тіліміз бар, салт дәстүрлер бар. Қазақ этносының салт дәстүрлерін, соның барлық ұлттар білу керек, этностар білу керек. Оны дәріптеу керек қоғам болу үшін. Мен өткенде әлеуметтік желіде бір мысал келтірдім осы тілге байланысты. Қазақстанды үлкен бір кеме, мұхитта толқындарға қарамай, тегеуріндер сындарға қарамай жүзіп келе жатқан, жаңа көрші кемелерге соқтығыспай келе жатқан кемеге теңеп, соның ішіндегі экипажын жаңағыдай 20 миллион болатын болса, 20 адам дейік, соның 14-і қазақ, жаңағыдай үшеуі қалған 6-ы басқа этностар деген сияқты. Сол штурвалда тұрған командирдің бағыт бағдарын, оның жаңағыдай қандай тапсырмалар береді, соны түсіну үшін тіл керек қой, коммуникация ретінде. Ал бұл Қазақстанда қазақ тілі болып жатыр. Сондықтан да этносаралық қарым-қатынас тілі ретінде қазақ тілінің рөлінің артқаны, қалайтынымыз да сол. Міне осы бағыттарда ассамблея бүгінгі таңда жұмысын атқарып отыр.
қоғамды біріктіру керек, сол бірлік үшін, келісім үшін жұмыс істеп жатыр. Енді ассамблеяның бір қатар бастамасын көріп отырмыз. 1000 бала деген жоба бар. Бір жылда 1000 баланы қазақ тіліне үйретеді. Енді нәтиже қандай, және де бүгінге дейін неше бала мемлекеттік тілді меңгерді? Шатаспасам, 1000 баланың ең соңғы жиындарын, салтанатын біз өткен жылдың қараша айында өткіздік, шатаспасам. Сол кездегі мәліметтерді айтайын сізге. Негізінен бұл 1000 бала жобасының басталған 2015 жылдан бастап алады. Биыл Құдай қаласа 10 жылдығын тойлайды. Өткен жылы соңғы мәліметтер бойынша 3 миллионға жуық бала сол 1000 бала жобасынан өткен. Бұл жобаның мәні, мағынасы Қазақстандағы этностардың балдарының, перзенттерінің осы қазақ тілі, мәдениеті, салт дәстүрлері, сол құндылықтардың аясында соларды насихаттау, соларды өздігінен олардың пайдалануына мүмкіндіктер ашу бойынша. Бұл 1000 бала жобасының мәнін, мағынасын, немесе оның жаңағыдай өнімі ретінде айтатын болсаң, Сенаттағы мен досым Геннадий Шиповских мырза, Дементьева Наталья ханым, мысалы, мәжілістегі. Яғни сол 1000 бала жобасы басталған кезде қатысушылары болды, және де қазір міне ел алдында. Жылда 1000 бала. Солардың ішінде мен екеуін ғана атап өттім. Бұл дегеніміз, ондай азаматтар өте көп, және оларға лифт ретінде қызметтік, мансаптық лифт ретінде қызмет атқарып жатыр. Негізінде шынайы өмірдегі мақсатымыз да сол, өзінің функциясын атқарып отыр. Негізі солай болу керек. Өйткені ол жерге жай ғана бала келмейді ғой, өнерлі бала келеді. Әлішер мырза, енді біз тікелей эфирде болғаннан кейін эфир уақыты шектеулі, студиямызға келіп жан-жақты ақпар бергеніңізге көп рахмет. Жұмыстарыңыз жанданып, мемлекет басшысының алға қойған тапсырмалары уақытылы орындала берсін. Көп рахмет. Біз жалғастырамыз. Қазақстан халқы ассамблеясы мемлекеттік деңгейде арнайы құрылым ретінде заңмен бекітілген. Ел бірлігін сақтау саясатының басты бөлігі. Әлемде осыған ұқсас саяси мемлекеттік деңгейдегі органдар бар ма? Фариза Жанғанаевадан білейік. Биыл Қазақстан халқы ассамблеясына 30 жыл толса, Ресей халықтар ассамблеясына 27 жыл. Ресейде 190-нан астам этникалық топты біріктірген ұйым 1998 жылы, яғни Қазақстан халқы ассамблеясы құрылғаннан кейін 6 жылдан соң пайда болды. Осылайша ресейліктер мемлекеттің және ұлттық мәдени бірлестіктердің құрылуындағы бірегей қазақстандық тәжірибені үлгі айтады. Ассамблея азаматтық қоғамның түбегейлі жаңа институты ретінде құрылды. Оның сол уақытта әлемдік тәжірибеде аналықтары болған жоқ. Ресей халықтары ассамблеясы негізгі идеясын Қазақстаннан алған болатын. Қазақстанда мемлекеттің және ұлттық мәдени бірлестіктердің бірлесіп әрекет етуінің теңдессіз тәжірибесі жинақталды. Олардың көптеген жобалары біз үшін де, еліміз үшін де пайдалы. Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысын зерттеп, тәжірибесін үлгі еткен көршілес елдің бірі Қырғызстан. 80-нен астам этникалық топтың басын бір жерге тоғыстырған Қырғызстан халқы ассамблеясы 2010 жылы құрылған болатын. Ұйымның басты мақсаты түрлі ұлт өкілдерінің діни және мәдени қауымдардың арасындағы келісім мен ынтымақтастықты нығайту. Оның құрылуы елдегі ұлтаралық қатынастарды реттеу және азаматтық қоғамды дамытуға ықпал ету үшін маңызды қадам болды. ТМД елдерінен бөлек өзге шет мемлекеттерде Қазақстан халқы ассамблеясы сияқты бір тұтас әрі саяси өкілеттілігі бар құрылым өте сирек, дегенмен ұқсас қоғамдық және үкіметтік механизмдер бар. Мәселен, Канадада министрлік деңгейінде мәдени мұра және көп мәдениеттілікке жауапты құрылымдар бар. Онда этностардың өз мәдениетін сақтауына мемлекеттік қаржылай көмек көрсетіледі. Бірақ бір орталықтандырылған ассамблея жоқ. Сондай-ақ Малайзияда этносаралық қарым-қатынасты реттейтін арнайы бірлік министрлігі бар. Ал Оңтүстік Африкада ұлттар мен мәдениеттің құқығын қорғайтын арнайы комиссия бар. Фариза Жанғанаева арнайы түйін бағдарламасы үшін. Демек, бізде қоғамдық келісімнің қалыптасқан үлгісі бар. Тек біздегі татулықты бұзып, ел ішіне іріткі салғысы келетіндер жоқ емес, бар. Оларға жаза қатаң. Себебі бізге бүлік емес, бірлік керек. Осымен тәмам. Келесі жұма сағат 21:30-да кездескенше.